Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол арнасы. Біз сіздер үшін кезекті футбол жаңалықтарын дайындадық. Бізге қолдау көрсеткіңіз келсе, лайк басып, каналға жазылсаңыздар жеткілікті. Біз видео шығаруды тоқтатпаймыз. Сіздер үшін бұл 5 секунд, ал біз үшін үлкен мотивация. Көп созбайық, біз бастаймыз. The Telegraph басылымының хабарлауынша, Манчестер Юнайтед трансферлік терезеге 140 миллион евро дайындап отыр. Бұл ақшаға құрамды толықтай жасақтамасы да 4-5 ойыншымен күшейтуге болады. Дереккөздің хабарлауынша, манчестерліктер Юрген Тимберге, Антони және Де Йонгқа қызығып отыр. Бірақ бір Барсаның өзі Де Йонг үшін 70 миллион сұрап отырғанда, Мюдің басқа ойыншыларға қалай ақша жеткізетіндігі белгісіз. Де Йонгты алса, басқа ойыншыларға ақша жетпейтіндігін түсінген Юнайтед басшылығы Барселонаға сұраған ақшалардың бере алмайтындығын жеткізді. Бірақ Де Йонгты қатты алғысы келіп отырған Тен Хаг Манчестер Юнайтедтен Джесси Лингард, Хуан Мата және Эдисон Каванидің кеткенін қалайды. Осы ойыншылар кетсе, Де Йонгке де басқа ойыншыларға да ақша жететін болады. Аякстан алғылары келіп отырған Антониге келер болсақ, ойыншыға АПЛ-ден тек Манчестер Юнайтед емес, Ливерпуль мен Ньюкаслда қызығып отыр. Ньюкасл бірінші екеуімен ойыншы үшін бәсекеге түсе алмайтыны анық. Ал Манчестер Юнайтед болса, Тен Хагтың арқасында Ливерпульге қарағанда ойыншыға бір қадам жақын. Аякста Антонидің өзі де АПЛ-ге ауысуға дайын. Бірақ Аякс ойыншы үшін 60 миллион евро сұрап отыр. Бұл үлкен мәселе емес. Тен Хаг Аякс президентімен жақын таныс және бір келісімге келе алады. Ливерпульдің өзі Антониді алуға қатты талпынып отырған жоқ. Олар бірінші Мухаммед Салахтың шешімін білгілері келеді. Егер Салах Ливерпульдан кететін болса, онда клуб Антонимен келіссөздерді бастайтын болады. Командада кетуі мүмкін деген ойыншылардың бірі Мане. Ол Ливерпульмен әлі келісім шартын ұзартқан жоқ. Кейбір деректерге сүйенсек, Мане ПСЖ-дан ұсыныс күтіп отырғандықтан әлі Ливерпульмен келісім шартын ұзартқан жоқ. Париждіктер Манеге үлкен қызығушылық танытып отыр. Ал ESPN басылымының хабарлауынша, ПСЖ Левандовскийді және Мухаммед Салахты алуды көздеп отыр. Егер Мбаппе Парижден кетсе, осы екі ойыншының бірі Мбаппенің орнына келуі мүмкін. Месси болса 100% келесі маусымға ПСЖ-да қалады. Париждіктер келесі маусымда Месси өзінің өнерін толықтай көрсетеді деп сенеді. Ал Неймар болса ПСЖ-ның көңілін қалдырған. Шейхтар Неймар бойынша жақсы ұсыныс түссе, ойыншыны сатуға дайын. Бірақ оның жалақысы мен бағасына қарап, ешбір клуб ұсыныс тастауға батпай отыр. Левандовскийге Челси мен ПСЖ қызығып отырғандығына қарамастан, ойыншы Барсаға ауысуды көздеп отыр. Никола Шираның айтуынша, Барселона Левандовскиймен 3 жылдық келісімге келіп қойды. Левандовский Барса үшін өз жалақысын 22 миллионнан 16 миллионға дейін түсірген көрінеді. Енді Барселонаға Бавариямен келісімге келу керек. Дереккөздің хабарлауынша, Барселона Левандовский үшін 35 миллион евродан артық ақша төлей алмайды. Ал Бавария поляк үшін кем дегенде 40 миллион евро сұрап отыр. Ойыншының агенті Пини Захави бұл соманы азайту үшін Бавариямен келіссөздер жүргізіп жатыр. Баварияның өзі қиын жағдайда отыр. Олар ешқандай пайдасыз өздерінің топ ойыншылары Серджи Гнабри мен Левандовскийден айырылып қалулары мүмкін. Sky Sport басылымның хабарлауынша, Бавария Гнабридің орнына Садио Манені алуды ойластырып отыр. Бавария Ливерпульге Мане мен Гнабриді ауыстыру жөнінде ұсыныс тастаған көрінеді. Клуб өз командасында Гнабриді көргісі келеді. Бірақ бұл жайлы Маненің өзі сұраса ғана бұл трансфер орын алатын болады. Баварияның бұрынғы ойыншысы Жорен Боатеңгтің ұсынысы бойынша, клуб Леваның орнына Харри Кейнді сатып алуы мүмкін. Бірақ ойыншының құны 100 миллион евроны құрайды. Барселонадан 40 миллион евро ала алмай отырғанда, Харри Кейнді сатып алу қиындырақ болады. Бавария үшін тағы бір нұсқа Лукаку. Бірақ белгиялықтың еркелігімен жаттықтырушылармен ұрысуына қарап, бұл нұсқаны сызып тастай беруге болады. Баварияның өзі Усман Дембелені алғысы келіп отырғандығы жайлы хабар тараған болатын. Бірақ бұны Баварияның баспасөз қызметі жоққа шығарды. Бавариядан бөлек Дембелеге Томас Тухелдің өтінішімен Челси клубы қызығып отыр. Дембеленің Барсамен келісімшарты осы жазда аяқталады. Хави Дембеленің Барсада қалғанын қалайтындығын айтқан болатын. Бірақ екі тарап әлі келісімге келген жоқ. Челси осы мүмкіндікті пайдаланып французды жазда өз командаларына тегін қоса алады.
Франция чемпионатында қызық жағдай орын алған болатын. ПСЖ жартылай қорғаушысы Идрис Гейе Монпельемен ойынға қатысудан бас тартты. Оған себеп халықаралық гомофобияға қарсы күрес күніне арналған жейдедегі кемпірқосақ түстес номерлер. Гейе дәл бір жыл бұрын ЛГБТ қауымдастығын қолдайтын акцияға қатыспаған болатын. Бірақ ол кезде бәрі Гейенің мұсылман екендігін ескеріп шу шықпаған болатын. Алайда қазір Францияда сенегалдықтың бұл шешімі түрлі реакция тудырды. ЛГБТ спорт федерациясының президенті Эрик Арасус футболшыны жазалау керектігін айтты. Ол талантты, мойындаймын, тамаша ойыншы. Бірақ дін мәселесі гомофобияға жол бермейтін спортқа араласпауы керек. Бұл акцияға барлық француз футболшылары, соның ішінде Гейенің серіктестері қатысты. Оның қазір жазаланғаны маңызды. ПСЖ оны жазалауы керек. Ол ЛГБТ мәселелері бойынша курстардан өтуі керек. Бұған діннің қатысы жоқ. Мұндай матчтарға басқаларда қатысты. Бұл таза гомофобия екені белгілі. Бұл ЛГБТ қауымдастығына көп зиян келтіреді, деді Эрик Арасус. Франциядағы гомофобияға қарсы Райче Директ одағы Твиттерде Идрис Гейенің әрекетін қылмысқа теңеп, ойыншының кешірім сұрағанын талап етті. Бірақ клуб жанкүйерлері комментарийлерде Гейені қолдайтындығын жазып жатыр. Олардың айтуынша әр адам нені қолдап, нені қолдамайтындығын өзі біледі. Ал ойыншыны бұл ісі үшін жазалау адамның еркіндігіне деген қылмыс болып саналады. Достар, бүгінгі жаңалықтар осымен тәмәм. Соңғы жаңалықтарды өткізіп алмау үшін каналға жазылып кетуді ұмытпаңыз. Бүгінгі жаңалықтар бойынша өз ойларыңыз болса комментке жазсаңыздар болады. Ал біз қоштаспаймыз. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.